Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді чебуреки дайындаймын. Жұп-жұқа қытырлап ауызда ерейтін қамырдан және сондай дәмді салмадан жасалған чебуреки. Рецепт қиын емес, ал нәтижесі өте керемет. Алдымен қамырын дайындайық. Мен заварной қамыр қолданамын. Бұл қамырды мен нағыз чебуректің қамыры деп санаймын. Мұнда електен өткізілген 400 грамм бидай ұны, 1 шай қасық тұз, 40 грамм өсімдік майы және 200 мг қатты қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Енді тез-тез қасықпен қамырды араластырамын. Тез-тез араластыру керек, мейлінше көп ұн ыстық суға пісіп қалуы тиіс. Масса сәл суығаннан кейін қолмен тексеріп көру керек. Ыстық болып, қолды күйдіріп алмау керек. Қасыққа жабысқан қамырларды мейлінше осылай түсіріп, әрі қарай қамырды қолмен илеймін. Оның басы толықтай бірігу үшін осы ыдыста илей беремін. Қамыр бірден жұмсарып, мамық болып кетпейді. Кішкене қаттылау болып, арасында түйіршіктер болуы да мүмкін. Ол ештеңе етпейді әрине. Қамырды қазір жақсылап илеп болғаннан кейін июі қану үшін тынықтырып қоямын. Яғни тұрған кезде қамыр июі қанып, жұп-жұмсақ болады. Енді салмасын дайындайық. 500 грамм фарш қажет болады. Мен сиыр етінен жасалған фаршты алдым және 2 пияз. Енді осы фаршқа қосатын 2 пиязды өте майда турау керек. Егер ірілеу қылып көбектеп турайтын болсаңыздар, пісіп үлгермей қалуы мүмкін. Майдалап пышақпен немесе блендерден өткізу керек. Мен блендерден өткіземін. Пиязға 100 мг су құямын. Осының барлығын блендермен еземін. Дайын болған массаны фаршқа қосамын. Пиязды осылай қосқанда салма өте дәмді және сочный болады. 1 шай қасық тұз, қара бұрыш, кориандр және паприка қосамын талғамға қарай. Дәмдеуіштерді өз талғамдарыңызға қарай қосуға болады. Көк шөптер немесе балғын сарымсақты да қосуға болады. Жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Енді қамырымыз 20 минуттай тынықты. Тыныққан қамырдың июі қанып, жұп-жұмсақ болыпты. Қолға да тақтайға да жабыспайды. Өте икемді әрі жұмсақ болып шықты. Енді қамырды алдымен 2-ге, содан кейін әр бөлікті 6 бөлікке бөліп аламын. Барлығы 12 чебурек шығады. Қамырдың әр бөлігін домалақтап, бүктеп, қолымен осылай шарик жасаймын. Шариктер кеуіп кетпес үшін әрине ыдыстың астына қойып қоямын, болмаса орамалмен жауып қойсаңыздар да болады. Енді біртіндеп алып шариктерді жая бастаймын. Қамырды өте жұқа қылып жаю керек. Тақтайға аздап ұн сеуіп қоямын. Содан қамырды жаю оңай болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды өте жұқа жаямыз. Жайылған қамырдың жартысына ас қасықпен салманы саламыз. Қамырдың шетінен 1,5 сантиметрдей қалдыру керек. Одан кейін салманы осылай қасықпен жайып шығамын. Салманы өте көп салуға болмайды. Бұрын мен салманы өте көп салып қуыратынмын. Сол кезде ішіндегі буы жарылып, чебурек майға шашырап кететін. Сол себепті міндетті түрде осыны ескеріп отыру керек. Салманың көлемі қамырға сәйкес болу керек. Одан кейін мынандай еректі пышақпен жан-жағын кесіп аламын. Енді қараңыздар, қандай әдемі чебурек шықты. Формасы да сондай көз тартымды әдем болып шықты. Енді қатты қызып тұрған майда қуырамыз чебуректерді. Егер чебуректі бірінші рет жасап жатқан болсаңыз, біреуден қуырғаныңыз дұрыс болады. Себебі екеуі қабаттасып, сізге ыңғайсыз болуы мүмкін. Ал мен бұрыннан пісіріп жүргеннен кейін екеуін қатар пісіремін. Соның өзінде кішкене қиындықтар туындап қалады. Міне осылай бірінші жағын қатты қызарғанға дейін қуырамыз. Одан кейін осылай 2 вилкамен аударамыз келесі жағын. Келесі жағында жақсылап қып-қызыл қылып қуырамыз. Одан кейін чебуректерді жайлап майдан алу керек. Себебі әйтеуір бір жерінен болса да мүмкін тесік қалуы мүмкін, немесе жаңағыдай бу шығып майға шашырауы мүмкін. Барлығын абайлап жасау керек. Міне менің чебуректерім қып-қызыл болып
осылай пісіп шықты. Енді барлық қалған чебуректердің барлығын осы әдіс бойынша пісіріп аламын. Бұл жерде асығыстық жасауға болмайды. Майға қуырылып жатқаннан кейін май шашырап қолыңызды күйдіріп алуыңыз мүмкін. Мінекей, менің чебуректерім осындай болып шықты. Өте керемет, қытырлақ, сондай тартымды. Қазір ішін ашып, чебуректі бөліп көрейік. Мінекей, ішіндегі салған салмамыз да пісіп шықты. Иісі енді өте тамаша. Достар, менің рецептімді қолданып жасап көріңіздер. Сіздерде де керемет шығатынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.